көпшілікке әмір жүріп тұрған бір бай жайылым жасаған екен. Оның ай десе аузы, күн десе көзі бар бойжеткен қызы болыпты. Үйір-үйір жылқысын барымташыларға бермей, ит құсқа жем қылмай бағып жүрген жылқысы жігіт жұмыс жасапты. Ол жігіт байдың Жан дегенде жалғыз қызына ғашық болады. Қыз да оны ұнатып қалады. Жігіт араларына жеңгелерін салдырып қызбен сөз байласады. Ел құлағы елу дегендей бұл хабар қыздың әкесіне де жетеді. Бай бұны естіп қатты ашуланады. Өзінің астында жалданып жүрген жігітке қызын беруді ар санап, қошоқпарларына бұйырып, жігітті өлімшетіп сабап кетеді. Жігіт жақын жамағайыннен төсек тартып жатса да, қызды алып қашу ойынан айнымайды. Есін жиған соң астына ат баптап, уәделескен уақытта қызды алып қашады. Сөйтсе бай жігітті аңдытып қойған екен. Бір топ адам екі жасты қуалай жөнеледі. Астарындағы аттары қанша жүйрік болғанымен, қуалай жүрген бір топ адам арттарынан қалмай қояды. Екі жас астарындағы аттармен барынша қашуға тырысады. Бұл көктемнің қар еріп Терсахан өзенінің арнасынан тасып жатқан шағы еді. Екі жас қатты барынша қашқанмен арттарынан қуғыншылар қалмай қояды. Екеуі амалсыздан өзенді кесіп өтуге бел буады. Бұлайғы кезде беті ғана шымырлап, шым-шымдап ағатын Терсахан көктем сала ашуына мінсе керек. Екі жасты ағызып ала жөнеледі. Бай қызының ажал тырнағына ілінерін білсе де, екі жасты құтқаруға қанша тырысқанмен долы өзен шыр айналдырып тереңіне кетеді. Ел жұрт болып 2-3 күн бойы өзен бойын шарлап қыз бен жігіттің мәйітін табады. Бай бұлай жасағанына қатты өкініп, тірісінде қосылмаған қос ғашықты жер қойнауына қатар желейді. Сөйтіп осы жерде Қоспейіт кесенесі тұрғызылады. Айта кетерлігі, кесене Ақмола облысы киелі нысандар картасына енгізілген. Қылышбай ата 1846 жылы 1905 жыл аралығында өмір сүрген болатын. Осы кісінің 5 ұлы болған болатын. Және де бұл кісі әулие болғандықтан көбісі осы бейітті әулие ата бейіті деп те атайды. Қылышбай ата өте аруақты кісі болған. Және де ол кісі молда болған болатын. Ауырған адамдар қой сойып осы жерге түнеген болатын. Және де жетім қалған балаларға, қарт кісілерге осы кісі көп көмегін тигізген болатын. Және де осы кісіні сондықтан Алладан келген періште деп те атаған болатын. Және де бір жылдары осы жерге орыстар көшіп келіп, осы жерді жұрттық болады. Бірақ олардың істері аспайды. Яғни бір кісі келіп, осы кісінің батасы болмай тұр деп айтады. Содан кейін олар осы жерге қой сойып, содан кейін түнеп, содан кейін олардың істері өнетін болады. Және де бір оқиғаны айта кететін болсам, менің ата-анамда бала тұрмаған болатын. Бірінен соң бірі 10 бала қайтыс болды. Содан соң әкем осы жерге қой сойып түнеген болатын. Сол кезде түсіне Қылышбай ата кіріп, менің саған сақтағаным еді деп аян беретін болады. Және де содан кейін ата-анама бала бітіп, дүниеге мен келген болатынмын. Сондықтан менің атымды сақтаған деп қойған болатын. Ауырған адамдарда осы жерге түнеген соң жазылып кеткен болатын деп сөзін аяқтады сақтаған Әлсейітов атамыз. Міне, осы оқиғалардан соң осы кісінің қандай әулие, қандай қасиетті кісі болғаны бәрімізге аян.